Салауатты өмір салты ең әуелі денсаулықты сақтауға, нығайтуға арналған белсенді іс-әрекет. Қайырлы күн, достар! Ізгілікте жарысай қайырымдылық қоғамдық қоры дәл осы мақсатта 8 мектептен футбол үйірмесін ашқан болатын. Бүгін біз Циолковский атындағы 84-ші жалпы орта мектептеміз. Футболшыларымыздың қызу дайындығы қалай болып жатыр екен, бірге көрейік. Жалпы орта мектептегі футбол үйірмесінің тренері Қантөре Әділхан ағай. Саламатсыз ба, Әділхан ағай? Саламатсыз. Өзіңіз жайлы қысқаша мәлімет ала кетсек, бұл спорт түрімен қашаннан бері айналысып жатсыз? Футболды таңдауға не себеп болды? Бұл спорт түрімен мен бала кезімнен шұғылданып келе жатырмын. Қазіргі таңда осы спорт саласында бапкермін. Қазіргі осы жерде қатысып жатқан балалар саны қанша және қай уақыттан бері өтіп жатырсыз? Қазіргі таңда бұл жерде бала саны 30-40 шақтыдай бала бар. 2011, 2012, 2013, 2014 жылғы жас өспірімдердегі балдар. Сіз балалар не үйретіп жатырсыз және олар не үйрену керек алдағы уақытта? Балдарға футболды қалай үйрену керек, допты қалай алып жүру керек, қалай удар қою керек, қалай пас беру керек, соның барлығын үйретіп жатырмын. Бұларға қазір не үйрену керек деген сұрағыңызға, бұларға физически, мораль тұрғыда кішігірім упражнениялар үйрену керек. Балаларыңыз осы жарыстарға шығуға дайын ба? Қазіргі таңдағы потенциалдары жете ме? 80% дайын деп ойлаймын. Болашақта Қазақстан чемпионатына балаларды дайындауға дайынмын дейсіз ғой? Құдай қаласа. Әділхан ағай, қазіргі таңда өзіңіздің қандай жетістіктеріңіз бар? Және сіз қандай турнирлерге қатысқан едіңіз? Болашақта өз шәкірттеріңізді қандай үлкен-үлкен жарыстарға алып шығу ойыңызда бар? Бірінші сұрағыңызға тоқтала кетейін. Мен Қазақстан Республикасы футбол федерациясының бір дүркін жеңімпазымын. Мақтаарал футбол клуб командасымен. Керемет. Одан кейін алда балдарды жаңағы республиканский, международный сол сияқты жарыстарға қатыстыру ойда бар. Жалпы кішкентай кезіңізде арманыңыз болды ма? Кумир деп айтамыз ғой. Қандай футболшыларға еліктедіңіз, қызықтыңыз? Болады ғой футболшылардың арасында өзі қызыққан футболшының суретін жинап, соның трюктарын қайталап деген секілді. Мен өзім бразилийский футболист бар, Неймар да Силва Сантос Жуниор деген, сол футболистқа қарап еліктеп өскен. Қазіргі таңда өзіңіздің балаларыңыздың кумирі кім деп ойлайсыз? Айтамыз, сізбен бөлісе ме? Мен осы футболшыға қызығамын, Әділхан ағай, мен осындай болғым келеді деген секілді. Айтып отырады, Месси, Роналдо, Неймар деген секілді футболистерді айтып отырады бізге. Керемет. Есіміңіз кім болады? Алихан. Қанша уақыттан бері футболға қатысып жатсыз? 7-8 ай болды. Сізге ұнай ма футбол жалпы? Өте керемет спорт түрі, салауатты өмірде. Әділхан ағайларыңыз не үйретіп жатыр? Не үйреніп жатсыздар? Түрлі-түрлі жаттығуларды істейміз, доптармен жаттығуларды істейміз. Болашақта кім болғың келеді? Болашақта Қазақстанның үздік футболшылары сияқты болғым келеді. Қазақстандағы футбол құрамасына көңілің тола ма? Қазіргі таңда? Бірақ мен олардан да мықты ойнағым келеді. Болашақта Қазақстан намысын қорғауға дайынсың ба? Дайын. Керемет. Тегі мықты мен қазақтың баласы. Жауылынан жыртылған жаласы. Ат үстінде ғұмыр кешкен намазы. Теуіп қалса темір үзіп кетеді. Қайсан туған мен қазақтың баласы. Жаратқан Алла панасы, есігі байтақ даласы. Алашым деп аттанса, ешкімнің келмес шамасы.